1218 жылы Қазақстан аумағында қандай мемлекеттер өмір сүрді? Қыпшақ хандығы Найман мемлекеті оңтүстік Қазақстан жартысында Хорезм билігі қол астында болды. Келесі, 13 ғасырдың басында Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің саяси жағдайы тұрақты болды ма? Және неліктен? Жетісудағы діни аралық қарама-қайшылық және қыпшақтар мен хорезмдердің бір-бірімен соғысы. Ал енді балалар, бізде 3 топқа бөлініп отырмыз, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Бірінші топ, екінші топқа сұрақ берсін. Ұлжан, қоя қой. Монғолдар деген кімдер? Айта ғой. Монғолдар дегеніміз Амур өзенінің оңтүстік жағасында қоныстанған тайпа. Олар Мина өкілетінің жазбаларында Менву немесе Менва деп кездеседі. Отыра ғой, тағы қосатындар бар ма? Монғолдар туралы балалар біледі, айта ғой. Шыңғысханның үш есімі болған Жеңісхан, Ұлысхан. Отыра ғой, тағы қосатындар бар ма? Осы Монғолға байланысты. Мирас? Тағы да олар бірінші жолы Қытай қиязына шекарасын басып кіреді. Ең бірінші сол монғолдардың шабуылы қай жақта болыпты? Қытайға болған екен. Одан кейін Қазақстан, Орта Азия жерлеріне сұрақтарды дұрыс па бағалап отырасыздар. Кәне екінші топ, үшінші топқа сұрақ беріңдер. Қоя қойған бөлек. Татарлар деген. Әлбет. 13 ғасырдың басында Шыңғысхан Моңғол үстіртінде өмір сүрген тайпа. Тағы да не қосатындар бар ма? Кейін оларды қосып алудың нәтижесінде татарлар, моңғол, татарлар деп аталатыны осыдан деген. Қандай тайпалар бар еді қосып алған? Кішкентай ғана тайпаны айтып едік қой? Кембектер, наймандар, жалғайлар тайпалар. Оларды қосып алды ма? Өздеріне қосып алды. Олар ығысқан жоқ па еді? Балалар, кімдер еді кішкентай ғана тайпа? Меркіттер болатын, дұрыс айтады. Кәне үшінші топ, бірінші топқа сұрақ берейік. Кәне, бірінші топ сұрақтары бар ма? Монғолдардың әскері қанша қанатқа бөлінді? Айта ғой, айтқын. Монғолдардың әскері үш қанатқа бөлінді. Оң қанат бұрынғы, ортаңғы қанат қол, сол қанат жоңғар. Отыра ғой. Ал енді балалар, біздің осы алдыңғы тақырыптарды еске түсірді. Енді бүгінгі біздің осы моңғол әскері туралы бейне баян көріп алайық. Содан кейін соған сипаттама жасаймыз.